ұмтылу, мәңгілік рух, мәңгілік іздеген әмірші. Мына мұнара аспанмен тең болсын. Менің даңқым мәңгілік болуға тиіс. Ол әміршім, таста бір күн өгітіледі. Мәңгілік таста емес рухтар. Ұстазым, мәңгілік деген не? Мәңгілік, адамның ізгі ойы мен өнері, балаңыз билік кетеді, ал рух қалады. Сендер өнерлеріңді билікке қарсы қоюға батылсыңдар ма? Бұл мұнара 1000 жыл тұрады. Тас уақыттың алдында әлсіз, бірақ адам рухы шексіз. Марсыр, ел ішінде әңгіме бар. Суретші мен шәкіртті сіздің атыңыздан бұрын өз атын қалдырмақ дейді. Менің көлеңкемнен ешкім аса алмайды. Бұл мұнара менің даңқым үшін тұрғызылып жатыр. Өнер мен ақыл кейде биліктен де күшті. Тақсыр, сақ болыңыз. Ұстазым, неге адамдар мәңгі болғысы келеді? Өйткені олар уақытынан қорқады қалған. Мәңгілікке жетудің жолы жақсы іспен өнердегі. Сонда біз тұрғызған бұл мұнара ол да уақытша ма? Иә, бірақ осы мұнараға ақ ниет пен рух берсек, ол мәңгілік есте қалады. Тоқта. Сен мұнараны менің атыма тұрғызасың ба, әлде өзіңе ме? Адамзатқа тұрғызам әміршім. Бұл мұнара биліктің емес, өнердің символы болсын деп тілеймін. Сенің сөздерің менің билігіме қарсы. Тақсыр, ұстаз еш жаманды ойлаған жоқ. Ол сізді де мәңгі есте қалдырудың ең таза жолын іздеді. Мәңгілік мен тастан іздедім. Ал сендер жүректен таптыңдар ма? Тас мүжілді, мұнара құлады, даңқ ұмытылды. Бірақ рух пен өнер мәңгі қалды. Сөйтіп суретшінің шәкірті өз өнерін жалғастырды. Мәңгілікке ұмтылған едім. Ал мәңгілік менің жүрегімде екенін енді ұқтым.